Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен тертый пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қант, жұмыртқа, сары май, смородина вареньесі, разрыхлитель, шымшы тұз және ванилин. Сары майға шымшы тұзды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қантты, жұмыртқа және ванилинді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнға разрыхлительді қосып, қамыр илейтін боламыз. Пергамент қағазын алдын ала төсеп қойдым. Енді осының үстіне аздап ұн себеміз де қамырымызды жайып аламыз. 4 бүріштеп. Жайылған қамырымызды противенге салып қойдым. Енді шанышқымызбен үстінен өтіп шығамыз. 180-190 градуста 10 минутқа пістіріп аламыз. Міне біздің коржымыз дайын болды. Енді осы коржының айналасын пышақпен кесіп шығамыз. Коржының айналасын кесіп шықтық. Енді ортасынан бөліп аламыз. Бөлінген екі коржымызды осылай салып қойдым. Енді бір коржымыздың үстіне жаңа смородина вареньесін салып шығамыз. Екінші бөлігін үстіне жауып, тағы да смородина вареньесін салып шығамыз. Корждан айналасынан қалған бөліктерді қолымызбен осайтып үгітіп аламыз. Қолымызбен үгітілген бөліктерді үстінен сеуіп шығамыз. Міне достар, біздің тертый пирогымыз дайын болды. Осы рецептті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.